Қозы мына сөзді естіп, қатты түңілді. Ойы шартарапқа кетіп, жаны жай таппай бүлінді. Ел аузындағы қаңқу сөз шынға айналып, қозы көрпеш іс қылмаққа түйінді. Ойнап жүрген асығын айдалаға лақтырып, жігіттікке бой ұрғаны білінді. Садағын иығына асып, үйіне қарай жүгірді. Қозы үйіне жылап қайтты. Сағыныш дерті жанына батты. Қашан баянымды көремін деп, бозбала 3 күн, 3 түн жылап, дәм татпай жатты. Адам тірі пенде, 3 күн, 3 түн жылап, дәм татпаған ерке ұлы анасына келіп, «Қарным ашып барады, тамағыңды ас», деді. Ана шіркіннің ойламайтыны болсашы, қозының құлағына Баян есімінің тиюі Мамабикеге дерттей болып жабысты. Ұлымен бірге ол да ұйықтамады. Кірпік қақпай, дамыл таппай, қайтып бұл азаптан құтылудың жолын аңдысты. Ақылдасар адамнан қозыға айтып қояр деп қорықты. Онан да ұлы Баян туралы сұраса үндемей қояйын деп қорытты. Осы бір сәтте қозы өзінің қарнының ашқанын 2-ші рет қайталады. «Олай десең, қырға барып жантақ теріп келші, қазанымды қамдап, жер ошақ қазып берші», деді Мамабике. Әлқисса, жантақ теруге барған ол тау беткейіне отырып алып, ұзақ ойланды. Өрмегінің жібін үзген кемпірдің әңгімесі есіне түсіп, жанын күйдіріп, дегбір таптырар емес. Анасы жалғыз ұлды ұзақ сапарға жіберуін неғайбыл. Сол үшін де сұрау салса, Баян туралы тіс жарып, ауыз ашпауы әбден мүмкін. Не істеу керек? Егер жер дүниеде Баян деген қыздың бары анық болса, қозының іздеп табары анық. Ол сұлу қайда жүр? Қос өкпесін қолына алып барғанда, «Мен сені танымаймын» деп көкірегінен итерсе, өлім ғой. «Жоқ, мүмкін емес», дейді. Сонан соң, қалай дегенде бұл жұмбақтың ақиқатын білу керек. Осы бір шешімге келген қозы жантақты өнімді етіп жинап, анасына жетті. «Әлпештеген анашым, мұны жалғыз ұлыңа қарашы. Қызды ойлаймын деп ішім қабысып отыр. Ішектерім бір-біріне жабысып отыр. Бидай қуыршы», деді мойнына асылып. Бала анаға өмір бойы бала. Адам өсіп, ел ағасы, халық ханы, биданасы, атанса да оның бір ғана анасы бар. Мамабике бәйбіше жалғыз ұлының кішкентай күнінен жеңсік асы, қуырылған бидайды тезірек қуыруға қам жасады. Бір аяғын әкеліп қазанға салды. Қозы бала күніндегі әдетімен қазан жағалап, ошақ басында отырып алды. «Қуырылған бидай дәнін жеп көрдің бе? Ыстық кезінде қос алақаның мен қаузап жіберіп, біртендеп аузыңа салсан ғой. Сонда ғана бұл дүниенің жан рахатын білесің. Жесең талшық, пісірсең нан. Лаулап жанған жантақ қойсын ба? Ыстыққа шыдай алмай, шатырлаған дән күйуге жақын қалғанда, қозының балалық кезіндегі әдетімен Мамабике тостағын алып жеткен. Ұлы әпсетте анасына наразы болды. «Айналайын анамау, мені әлі бесіктен белі шықпаған бала деп жүрмісің? Жеңсік асымды маған берсең алақаныма сал. Әйтпесе жеген құрлы болмаймын ғой», деп аузын бұртитты. Баласының не бір тосын іс жасайын деп отырғанын қайдан білсін. «Ау, құлыным-ау, сенен аяғанымды ит жесін ау. Ниетің кеткен екен, алақаныңды тоса бер», деген ыстық бидайды уысына салып қозыға ұсынды. Ұлының күткені де осы болатын. Сексеуілдің шырпысындай арбиған саусақты күректей қолымен шешесінің қолын қысып үлгерді. Ыстық бидай алақанды күйдірді. Қозы көрпеш анасынан Баян туралы ақиқатты айтуына күштеп білдірді. «Анашым, анық басып ақиқатты айт. Бұл мен неге түсінбейтін жайт», деді қолын қыса түсіп.
Ыстық дән оңдырама. Ұлының жүзіне қараса, әзілі жоқ, шындап салыпты. Әкең саған ешкімді атастырған жоқ. Ол қызыл ауыз өсекші қауымының бұлжырағы, деді сасқан Мамабике күйіп бара жатқан қолын тартып. Темірдей қол құрсауланып былқ етер емес. Жалған айтпа, ана жан. Жауабыңа мына айтқан таңғалам. Өрмек құрған кемпір жалған сөйлеп, түйе баққан тас шал өтірікке жақын ба? Сонау күні асығын ұтып алғанымда, ыза болып тасша балы да ағынан жарылған. Ал енді шындығыңды сөйлемей көр. Ұлының қолы қыса түскен сайын анасының шыдамы таусылып барады. Шындықты шертсе, жалғыз ұлынан айрылғаны. Әттең дүние-ай. Қыз баян келін болып түсе арман бар ма? Ондай күн туса, бөркіңді аспанға лақтырасың ғой. Алайда ондай күн қашан келер екен? Ай құлыным, қолым күйім кетті ғой. Болмадың ғой өкшелеп. Рас, сенің баян есімді қалыңдығың бар. Өрмегін үзген кемпір оның бәрін біледі. Түйе бағатын шалды баянды көрген. Қарабайдың құда екенін де білген, деді Мамабике көзінен жасы мөлтілдеп. Қозының қуанышы атан түйеге жүк. Құдай қосқан жарын көз алдына елестетіп, төрмен босағаны сенделіп көп жүрді. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада, деген осы шығар. Баян ауылының дәмі қашан тартар екен деп ұлы асықса, Қарабайдың қара ниетті жауыз екенін есіне алып, Мамабике қайғырды. Мына өмір жігіт болып өскенін де байқатпаған ба? Байлауы жоқ дүние-ай. Күйеуі жоқта балада сүйенер тірегін екен. Енді не істемек? Мүмкін қозысы алған бетінен қайтатын шығар. Ай, білмеймін. Бірақ ақыры екеуі оңаша қалып ақыл қосар шақта Мамабике өз ойын ұлына жайып салды. Құлыным, рас. Міне асыл жарыңның кім екенін білдің. Іздеп баруды да ойланып жүрген сияқтысың. Ішімдегі дерт қайғымды басқаға білдірмей, үш ұйықтасам сенің баянға баратыныңа түсіме кірмей. Мамыражай күндерді бастан өткеріп ем. Көз алдымда сен мені тастап кетсең, қайтып өмір сүреді мына шерлі анаң, деді ол. Айналайын, жан анам, өзің айтшы, не істеуім керек? Мен дүниеге келерде тағдырдың таяғынан соққы жеп, жетім қалып ем. Баласына қамқор болар жан әке қозысының ертеңін ерте ойлапты. Қарабайға менің қайын атама құда боламын деп қоймапты. Сенің ойыңша, мені тағды тағдыр шіркін қамшысын көтеріп, әурелесін дейсің бе? Сүйген жарынан бөлек өмір сүру соққы емей немене? Маңдайға жазған тағдырым бар шығар. Әке тілегін аяғыма таптамаймын. Ең құрымаса, сол әкем баянмен қол ұстасып бірге жүргенімді біліп, аунап түссін. Өмір деген үміт пен арманнан тұрады. Белді болып, бекем болып, көзді жұмып, тағдыр менен белдеспесең, ол да айып. Жігіт басыңа ұят. Кимешек киген еркек дейді мына жұрт. Естідің ғой, көрші кемпірдің көлденең сөзін, деп қозы анасын құшақтап, бір сәт есіліп кетті. Есен болсам, келінің баянды жетектеп оралармын. Өзіңе тастаған малымды екеуміз бірге жүріп қоралармыз. Мен жанымды тігіп қойған бәйгеге рұқсат бер, жан анам. Не дейін? Сен кеткен соң мына анаң не болады? Жалғызынан айрылып қор болады. Сүйеніші жоқ сорлы әйел басқаларға күң болады, деді Мамабике. Анашым, болмадың ғой. Айтпасыма, әлде көзің жете ме қайтпасыма? Барады жалғыз балаң қайын жұртқа, баяныңды әкелмек мекеніне. Мен тіріде ешкімге күң болмайсың. Қайда қалмақ туған жұртың
туысың, ағайының. Сүйгеніне барғаны жалғыз ұлдың, қалай ғана кеудеңе мұң толтырды, деді қозы шешесінің сөзіне ашуланып. Ел іші алтын бесігің, еріне айтар кесімін. Қай қазақты көріп ең, туған елін, ата-анасын, тербетілген бесігін ұмытып кеткен. Жалғыз ұлдың бойынан қайтпас мінез таныған Мамабике ары-бері толғанып, қайткен күнде алған бетінен қайтарудың жолын іздеді. Айналайын, баламау, баян қызың көрінгенге сыйлайтын қолға салар жүзік емес. Әкесі бар Қарабайдай, жалғыз қызын ешкімге де қимайтын. Анасы бар Қаракөздей, қызын сұлу деп бұлдайтын. Қыздың аты қызыл раушан, көп жігіттер үзіп алуға қимайтын. Олай десем, қыз баянға құштар адам көп екен. Қарабай жетім ұлды теңгермейді. Сол үшін қашып кеткен елінен мен білсем өлім болмай бере алмайды қыз баянды. Сондықтан да арыздасып үзейін мен сенен күдерімді. Тыңдамасаң мен айтқан білерімді. Көп алдында көміп кет, мен өлейін. Сен өлді деп күңіренбей жүрерімді, деді енді Мамабике ашынып. Сен кеткен соң мені жылқы баққан 90 құл күн қылады. Айттым айғақ, жөнді сөз, тыңдамасаң өзің біл. Азар болса көзбен көрер ауылдағы сан жүз көз. Қозы көрпеш анасының жұрт алдында сонша таусылып сөйлегеніне налыды. Болмадың ғой, таусылып жаным анам. Ашымай ма шіркін жан балаға да. Енді не істермісің? Ақсақалдар туған айға бата оқиды. Иманды құл кіреді кең сарайға. Қосағың аттан құлап әкем өлді, өлген жоқсың. Мені де бір құдайға тапсырарсың, деп қозы сыртқа шығып кетті. Айтылған сөз атылған оқ. Қозы қайткен күнде баянға жетуді ойлады. Мінісіне мініп, өзінің Шатқарадағы жайлауына тартты. Арқаның жерау түртіп қалсаң, түгі шығады. Салқын самалы, саф ауасы. Басына көз тастасаң, бөркің түсер шыңдары. Жасыл жайлауы түк-тікілемдей құлпырады. Бәрінен де көзің тоймайтын, шегі көмкерілген көкжиекпен шектесетін ен даласын айтсаңшы. Төскейде малы қосылған ағайын туыс неге ғана бір-біріне ала көз боп, қызғанышы тұтанып, қастық ойлайды екен. Онсыз да байлауы жоқ, қамшының сабындай қысқа өмірде, бірін-бірі ағайыны, әпке сіңлі, құда-құдағи, ата-әже деп құрметпен атап, сыйласа қайтеді. Мынау дала солардың бәріне жетеді ғой. Жоқ, міндетті түрде итше ырылдасып, кеудесін соғып гүрілдесіп, кезі келсе көзін құртып, қара жерге жастандырғанға құмар. Адамның көзі тек қана топыраққа тоятынын білмейме солар. Бұл дүниеде мәңгілік бар болатын болса, анау төрт құлақты бейіттер неге тұр? Әттең, әттең дүние-ай. Міне соның кесірінен айшылық алыс жерге көшіп кеткен баянын іздеп бармақ. Келісімді іс болса, ұйғарымды күш болса, осы бір сәтте сұлу баянды жетектеп, мынау кер далада келе жатпас ба еді. Анасының көзінен 4 тарам жас ақпас еді. Қыстауға жеткенше сан мың ойлар бұлттай қалықтап, қамықтырды. Балалықтың бал дәуірінен кеше жүріп, елге әйгілі Сарыбай, байдың жалғыз ұлы өзіне жарасты бір мінер, алысқа жүрер тұлпарда сайламапты. Аяқ асты есейіп, өзіне жар іздеуге талпынғанда ойлануға тура келді. Мыңғырып жатқан мол, жылқыны аралап табаны тозған шақта, жүген сылдырып, естіген бір ардакүрең қалқойрық анадайдай қозыға көз тастап оқырды. Қызыліңірдің кеше шағы, күн бұлт, аспан төрін бұлт басып, еңселеген кезі еді. Бұйырғаны осы шығар деп, ардакүрең тайға жақындап келсе,
төрт аяқты жануар иесеніп, мойынсыну тура қалды. Бір ғажабы Құдайдың құдіретінен айналайын. Қозы жүрген салған соң, ол әп сәтте зорайып, сүп сүйкімді құнанға айналды. Таң тамаша қозы есін жиып алып, арқалаған ер тоқымын жерге түсіріп, құнанды жалын тарап, сауырын сипап, тоқым салып, ерттеуге кірісті. Құдайдан сол мезгілде пәрмен болып, құнан дөнен болып шыға келді. Дөнен болғанда қандай дерсің? Атты адам түсіп, жаяу адам жатып, қарайтындай сұлу тұлпар, кімді болса да таңдатқандай еді. Ешкі бас, жалды мойны аққудай иілген кең төс. Артқы аяқтарына кезек-кезек салмақ тастап, анда-санда оқырынып қойып, қозыға қарады. Құдайым маған сәтте жол тілегені ғой, Тәңірім. Саған деген көкірегіммен шыққан мың алғыс, деп күбірледі. Тіпті ен даланы жаңғыртып дауыстағысы келді. О Құдайым! Қозы көрпеш үзеңгіге аяқ салып, ерге қонып, тебініп қалғанда арда күрең бестігі айналды. Жалғыз ұлдың жылқыдан тұлпар мініп оралғаны анасы Мамабикенің жүйкесін тоздырып, үмітін өшіргендей еді. Сонда да болса қозыға, айналайын, қозым-ау, сан жетпеген жылқының бар, оның кімге тапсырдың деп сұрады. Елді бұзған жаманды Құдай ұрар, парақор биде жұрт көзіне әділ боп тұрар. Мен алысқа жол шегіп кетсем де, жылқыны Құдай сақтар. Жылқы баққан жидебай бағып тұрар, деді қоятын Мамабикеме тағы да зарлап қоя берді. Жаным менің қозым-ау, қора толған қойларың бар, оны кімге тапсырдың? Тыңдай ма енді мені олар? Өңшең қырсы құлға бақтырдың, дейді анасы. Айналайын, шешем-ау, құлдарың бағар жөнімен, басында неге көніп еді? Азар болса, аш бөріге жолығып, сол шіркіндер жер, деді енді қозы ашуланып. Баласының қитығына тиген анасы тағы да қоймады. Ай балам, бұл дәулетті жинаған әкеңменен мен едім, мен кімнен кемедім, мал мен өтті өмірім, желі толған түйең бар, оны кімге тапсырдың, деді ол. Малға айналып өмірім өтті дейсің, талай дүние қу басқа жетті дейсің, ештеңе қажет болмаса, ала көлек әкетсін барын лайым, деді қозы да алған бетінен қайтпай. Сөйтіп, қозы жолға алар дәмін қамдап, сауытып, киіп, беліне қылышын, қынабына қанжырын ілді. Білегіне шоқпарын білеп, найзасын кірісіне тіреп, мойнына садағын асынып, жебелерін қорамсаққа тізіп жолға шықты. Бұл сәтте оны ұстап тұрар күш жоқ еді. Анасы белін бекем буып қатайтты. Жалғызына жылап тұрып қош айтты. Құдайға тапсырып, жол болсына қос айтты. Қозы жанына ешкімді ертпеді. Мен барамын деуге көп жігіттер әке-шешесінен қорқып, батылы жетпеді. Ендігі жолдың тағдыры арда күрең міністің мойнына артылды. Ол да бәйгеге шабардай боп ағытылды. Топталып ұшқан құс жете алмай артта қалды. Қозы жолы жоқ жерден құстай ұшып өтіп, жаңадан төрен салды. Ауылдан шыға ат басын қоя берсе де, мінісі тыным алмай 6 күнде айшылық жерде алды. Осы кезде барып қозы көрпеш ат тізгінін тартып, көк алды көлеңкелі жерге жатып демалды. Қазақтың қайран жері ай. Көк тәңірі қалай ғана меншіктеп бере қойды екен. Көңілі ақ, құшағы ашық, танымайтын, қонағына сұраса жалғыз атын мінгізіп қоя беретін, кең пейіл болған соң сөйттіме екен. Әлде жауы ел шетіне келгенде қасқая қарсы алып, етігімен су кешіп, атты ауыздығымен су ішіп, туған жері үшін жан беріп, жан алатын қайсарлығына сүйсінді ме екен. Шамасы батырлығыңмен жеңсең, найзаңды сол жерге шаншы да еншіңе ала бер. Сен де ешкімге бермейтін, елін қадірлейтін,
қайрат бар деп құлағына сыбырлады ма әлде? Осы бір сауал сансыз сұраққа жауап іздеп, қозы көзі ілініп ұйықтап кетті. 40 күн жортқан қас батырдың кейпінде төрінде жатқан ұлын жер анада қастерлегісі келді ме, самал желмен желпіп, саф ауасын ұланына сіміртіп, өзі қарауылға тұрды. Қаншама таңдар атып, күндер шығып, кештер батып, түндер еңселей басып, күшін бойына жиған сәтте ол ат дүбірінен оянып кетті. Өңі ме, түсі ме? Қарсы алдында бақа айғырын жетектеген, кешегі күні көрместей боп, безектеп тұра қашқан Айбас тұр. Қозының қаһарынан қорқып, тізе бүгіп, еш жазығым жоқ, Қозеке. Анаңның өтінішін аттап кете алмадым. Ана қадірін білген жөн. Өзіңе жақындама, баян қыздың сәлемдемесін берме деді, деп шырылдады да Айбас. Сұлу қалыңдығының есімін естігенде қозының көзі жайнап кетті. Алғашқыда кектенгенін ұмытып, жаны жадырап, көзі күлімдеп қуанып салды. Ау Айбас, сен болмасаң ашуланып мен кемпірдің өрмегін үзерме едім. Анамның айтқанына көнбей, баян қызды іздеп, бұл жаққа бет түзерме едім. Әкел бері сәлемдемені, деді қозы Айбасқа жадырай қолын созып. Осыны күтіп тұрған Айбас та бұл сәтте текке жібермеді, лып еткізіп қыз хатын қозыға ұсына қойды. Жігіттің іші күңіреніп кетті. Айттым ғой, Құдайым, оның маған деген ыстық көңілін сездірді. Ол менің айнымас жарым екен. Әйтпесе сәлем жолдап, Айбасты алыс жолға аттандырып несі бар? Уа Құдайым, жақсылықтың сәтін сал, деп күбірлеп хатты ашты. Жанары жасқа кептелді. Қуанышы көл көсір. Жер дүние айналып, бар тіршілік осы бір сәтте ашылған хатқа үңіліп тұрғандай көрінді. Айхай дүние, мен не деп қиялдап кеттім. Өзіне маржандай тізілген хат жолдарынан қыз иісі бұрқырап тұрғандай сезінді. Хаттан сартап, сағыныштың көзін тапты. Қозеке, жан арманым, сағындың ба? Мен іздеп бір Құдайға табындың ба? Күндер өтіп барады, тезірек кел, 90 құлдың дәмесі зор. Баяныңды қатын қылып алмақшы. Сондықтан да баяныңды әркез мұңды. Айбастан тірі жетсе сәлемім бұл. Әкем мені қодарға бергелі жүр. Қызынан малы құнды көрінеді. Ішінде қауіптісі қодар. Санап жүрмін келер деп, әрбір күнді өзіңнің баяның. Деп жазылған хатты оқыған қозы, хатты қалтасына жиып салды. Айбасты құшақтай алды. Қозы аға, Айбас іні атанды. Пай-пай қуаныш екеш. Қуанышы мәңгілік тұрса ғой, адамдарға нұр шашып. Арқада жалғыз шыққан қозы, екеу боп ынтымағы жарасып, бір-біріне қарасып, аягөзге жол салды. Әңгіме жол қысқартады деген бар. Айбас жол бойы баян қыз берген сый сәлемдеменің қалай жоғалғанын, Қодардың 8 құлының 6-уын өлтіріп, жаяу қалдырғанын айтты. Сөйтіп екеуі әңгіме дүкен құрып, ұзақ жолды азайтты. Ардакүрең бақа айғырды соңына ертті. Сөйтіп екеуі жол ұтты.